Ғажап пен сұмдық арнасына қош келдіңіздер. Бірінші сынып оқушысы Тедер Стеллар. Онымен өзге оқушылар бірінші сыныптан-ақ дос болғысы келмей қашатын. Мұғалім оны үнемі жалғыз отырғызып қоятын. Себебі ол кедей отбасынан еді. Ата-анасының жаңа киім алып беретін ақшалары болмаған соң ескі киімдермен сабаққа келетін. Бірақ анасы ескі киімін тазалап жуып беруші еді. Мұғалімнің де Тедерді шектеп кемсітетіні байқалатын еді. Тедер үй жұмысын қанша дайындап жазып келсе де, мұғалім оған 2 қоя беретін. Себебі оның ата-анасының төмен деңгейдегі кедей отбасы болған соң менсінбеуші еді. Бала Тедер оны сезбесе де, Тедердің анасы мұғалімнің әділетсіздігін білетін. Бірақ ұлым бірінші сыныпты бітіріп, әріп танып жазу үйренсін, сосын екінші сыныпта үздік етіп шығарамын деп 2 ала беретін ұлына мүлдем ұрыспай сабырлық танытатын. Бірақ адамның дегені болады ма? Тедердің анасы табан астынан ауруға шалдығып, ұлы 2-ші сыныпқа барған күні өмірден өткен. Әкесімен жалғыз қалған Тедердің сабағы мүлдем нашарлап кетеді. Әкесі әйелінің қайтыс болғанын қайғырып, ұлына қарамай қойған. Тедердің отбасылық жағдайын жақсы білетін мұғалімі оған еш қолдау көрсетпестен екілерін қойып кемсіте беретін еді. Және оны сыныптағы ең нашар оқушы деп үнемі директоріне есеп беретін. Сыныптағы ең бейшара оқушы қалпында Тедер 4-ші сыныпқа жетеді. Әр жаңа жыл мерекесінде барша оқушылар мұғалімдеріне қымбат деген сыйлықтарын әкеліп, апайларын мәз қылатын. Тек Тедер ғана сыйлық сыйламайтын. Сыйламайды емес, сыйлауға шамасы келмейтін. Тек осы жылы ол ескі газетке орап апайына сыйлық алып келеді. Оның ескі жыртық газетке орап сыйлық алып келгенін көрген оқушылар оны мазақ қылып күле бастайды. Апайы да өмірі сыйлық сыйламайтын сыныбындағы ешара оқушысының сыйлық алып келгенін көргенде таң қалғанымен оның газетке оралған сыйлығын ең соңғы болып ашады. Қағаз арасынан арзан білезік пен жартысы себіліп қолданған духи, яғни иіс су шығады. Бұндай арзан сыйлықты көрген оқушылар Тедерді одан сайын мазақ етіп күлкіге айналдырады. Бірақ мұғалімге оның әкелген иіс суының қолданылған болса да, иіс суды үстіне сеуіп оқушыларға: "Балалар, шынында да керемет иіс екен" дейді. Оқушылар мұғаліміне Тедердің сыйлығының ұнағанына таң қалып үнсіз қалған. Соңғы сабақ бітіп, барша оқушылар сыныптан шығып кеткенде, Тедер мұғалімнің қасына ақырын жақындап келіп: "Мисс Томпсон, сізге білезік қатты жарасып тұр, әрі сіздің үстіңізден менің марқұм анамның иісі бұрқырап шығып тұр. Анамның иіс суы мен білезігі мен үшін әлемдегі ең қымбат заттар еді. Бірақ мен сізді жақсы көргендіктен анамның заттарын сізге жөн көрдім" деп ұяла сөйлеп сыныптан шығып кете барады. Мисс Томпсон Тедердің сөздерінен кейін өзінің қаншалықты қателесіп, әділетсіздік жасап жүргенін түсініп, еңіреп жылап жібереді. Ол 4 жыл бойы үнемі 2 қойып, шектеп, кемсітіп жүрген оқушысы оған өзінің марқұм анасының ең қымбат деген заттарын сыйлап, жақсы көретінін айтып тұр. Қалай жыламасын? Келесі күні барша оқушылар сыныпқа кіргенде өз мұғалімдерін мүлдем танымай қалып, ол жай ғана мұғалім емес, нағыз ұстазға айналған еді. Ол барша оқушыларға бірдей қарап, сабағы нашар деген барша жанын беріп көмектесіп, олардың екінші анасындай болып көрінген. Әсіресе ол сол күннен бастап Тедер сыйлаған білезікті тастамай тағып, иіс суды біткенше сеуіп, Тедердің үздік оқушы болуына бар күш-жігерін салып жұмсаған. Ұстазының еңбегі зая кетпей, Тедер мектепті ең үздік оқушы атағымен бітіреді. Тедер мектепті бітіріп бара жатып ұстазына хат жазып қалдырады: "Құрметті мисс Томпсон, сіз менің анамның орнын еш жоқтатпадыңыз. Сіздің арқаңызда мен мектептегі ең үздік оқушы болып бітірдім. Сіз менің өмірлік анам болып қала бересіз" деп жазған екен хатында.
Содан 4 жыл өткеннен соң тағы да хат келген. Ол хатында: құрметті мисс Томпсон, мен жаңа ғана білдім, университеттегі ең үздік студенттер тізімімен дипломды алатындардың қатарында мен бар екенмін. Мен бұл қуанышты ең алғашқы сізбен бөліскім келді. Сіздің білгеніңізді қаладым. Сізге рахмет. Сәлеммен, Теодор Стеллард. Кейін ұзақ уақыт өткен соң Томпсон ұстаздың мекен жайына тағы да хат жетеді. Ол хатта: құрметті мисс Томпсон, енді сіз мені профессор Теодор Стеллард деп атай аласыз. Бұл атақты күні бүгін ғана алдым. Айтпақшы, профессор болған ұлыңыз үйленбекші. Той осы айдың 27 күні болады деп шештік. Менің үйлену тойыма келіп, марқұм анамның орында отырғаныңызды қатты қалаймын. Өкінішке орай, әкем былтыр қайтыс болған. Сондықтан да мен үшін әлемдегі ең жақын адам сіз ғана деп жазған екен хатында. Әрине, Томпсон ұстаз үйлену тойына барып, Теодор қалағандай анасының орнына отырады. Міне, құрметті көрермендер, ұстаз бен оқушы арасындағы шынайы махаббат осылай өмірлік маңызға ие болған. Бұл оқиғадан әркім өзінше керек ойды түйіп, өзінше сабақ алсын. Сіздерге жүрек тебірентер оқиғаларды жеткізуші ғажап пен сұмдық арнасы. Сау саламатта болыңыздар.